Ассалаумағалейкум. Жаңа кірсем эфирге, иіс қашан екен айта аласыз ба? Иіс шығара бер. Жаман иіс шығармасам болды. Бүгін шығара бер, болды. Қазір жеті нан жасауда белгілі тек осындай болу керек деген рецепт бар ма? Сладкий болу керек, күшті болу керек, тәтті болу керек. Рецепт сол. Приятный болу керек. Жеген кезде бәрі жақпай керек. Май ағып, майды қолын сүртіп бүйтіп емес. Приятный нан істеңіздерші. Ол адам жегенде ләззат алып жесін, кайфовать етіп жесін. Қазір өзі кайфты қолаған заман болды ғой. Сондықтан шелпекте де кайфовать етіп жейік. Риза болып, қандай тәтті деп. Ішіне жұмыртқа қос, ішіне мейіз қосып қой, білмеймін. Сөйтіп тәтті қыл. Түсімде өзім асырап жүрген мысығым өліп қалған дейді. Не мағына дейді. Өлсе өлсін сол. Сен аман бол. У меня есть долг перед человеком, который скончался недавно. Как быть? Подскажите, пожалуйста. При свидетелях или с свидетелями вы должны отдать эти деньги, долг, вернее, ваш, наследникам. Только со свидетелями. Если вы не знаете, то есть кто его свидетели, то есть являются его наследниками, не знаете или нет возможности найти этого человека, то тот долг, который у вас висит, вы должны отдать малоимущим. И сделать намерение, что этот долг именно отдается за того человека, вернее, благомилостивно, с которым вы были должны. Аға, аллергический ринит бар еді. Ораза кезде назальный спрей сепсем ашып кетпей ме? Онсыз да дем алу қиын болып қалады дейді. Егер мұрныңызға сепкен кезде жұтылатын болса, онда ораза бұзылады. Егер жұтылмай, мына мұрын танаудың ішіне қалып қойса, онда ораза бұзылмайды. Арапада сәресіне ұйықтап қалдым. Таңда тұрып ниет етіп ораза істеуге болады ма, ұстаз? Болады, жаным, қабыл болсын. Асырап алған адамның тегі өз әкесін білмесе, асырап алған әкесімен шығарылады дейді ма? Шығарылады ма кейін дейді, я. Алла өз тауы болады. Алла өз тауы болады. Кімдікі, кімнің баласы, Алла өз тауы, Алла жақсы білуші. Біз айтқан әкеміз болмай шығуы да мүмкін. Оны мамамыз точно біледі. Кейбір кезде маманы өзі точно білмейтіндер бар. Қазір сондай бетсіздің заманы, мамасы да білмей қалуы мүмкін. Анамның зиратының жанына қандай тал ағаш немесе гүл егуге болады? Еккен ағашымыз жемісті болу керек па дейді. Енді өлген тура мамаңыздың қасына барып тұрып, алма ексең, сол алманы жұлып ешкім жемейді ғой. Сиыр жеуі мүмкін, сиырға бәрі бар. Қарға жеуі мүмкін. Енді меніңше зираттың басына өсіп тұрған алма ағашты өріп ешкім жемейді. И теріп алмайды. Қорқат бізде, ойбай өліп қалам бәлесіне аулақ деп. Сондықтан егер ақыры сауап еккіңіз келе ме, онда ауылдың шетіне зиратқан былайрақ егіңіз, жолдың бойына егіңіз. Ел жидау деген жерге егіңіз. Сол. Ал енді сауап тек қана талдан болмайды ғой. Сауап, басқа сауап амалдар өте көп. Сіз жақсы болыңыз, ұрпағыңызды жақсы тәрбиеле, анаңның аруағы саған риза бола береді. Аға, ананың ризаға тек қана талмен риза болмайды. Тал егу қолың бос болса, бір табиғат барып, бір су аз пайдаланған, максимально аз суарылатын болса, онда болады. Арафа күні істеу керек амалдарды жайлы оқу керек, дұғаларды жайлы айттым ғой, бағанан бері соны айтып жатырмын. Құрбандыққа қайда өтініш жасаймыз? Жалғыз басты көп бала, ерекше баланың анасы едім дейді. Құрбандыққа қайырласыз. Құрбандық кезет деген бар, сөйлеге қайырласыз, сөйлің өзі екеу шығады. Ет соятындарға, ет алатындарға. Перепутала время саресы, покушали после утреннего намаза. Ораза нету. Бұрын маған қарыз берген адамды ұмытып қалсам не істеуге болады? Садақаға таратып жібересің маған қарыз бар адамдарға деп. Ұлағат деген не мағына? Ұлағат деген тәрбие, ұлағат деген үлгі, ұлағат деген өнеге, ұлағат деген қасиет, бәрін қамтиды. Сіз Алматыға келесіз бе дейді. Келем. Қадіріңді білмейтін,
көңіл бөлмейтін, қамтамасыз етпейтін күйеуден кеткен дұрыс па? Айта шаршадым, қадірсіз болдым ау. Қарап көру керек. Қадіріңді білмейді дегенде сен қадірді не нәрсеге бағалайсың? Әңгіме сода. Сен қадір деп не айтасың? Күнде саған сәлем салып тұрды айтасың ба? Жаным, күнім деп сенімен бірге құшақтап инстаграмға сала беруді айтасың ба? Не сенің түсінігіңде көңіл бөлу деген не? Жаным деп гүл бере беру ма? Біреуге гүл керек жоқ, просто сені боқтамаса соның өзі жеткілікті. Біреуге қамтамасыз етпейтіндей сен аштан өліп бара жатқан жоқсың ғой. Мәселе осының бәрін қарап көрсең, онда сен айтқандай болса, онда действительно онда қашып құтылу керек. Қажет намазы қай уақытта оқылған абзал? Түнде. Ең жақсы сол тахаджуд болады, тахаджуд оқы. Дайыс ұғымы жиі айтылып жүр. Оны әйелім қызғанбаған, еркектің намазы қабыл болмай жәннатта ондағы орын жоқ дейді. Дайыс деген араптың сөзі, қазақшада дайыс деп қояды. Бұл дайыс біздің қазаққа да кірген кірме сөз. Бұл сөз не? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дайыске тозақ жәннет түгіл, жәннеттің иісі арам дейді. Жәннеттің иісін сезбейді бұл адам. Енді қандай адам? Ол әйелін қызғанбаған емес. Әйелін қызғану деген сөз үстіңе шыбын қонса, еркек шыбын нағып шыбын қона береді, маса қонса саған нағып еркек маса қонады деген ол қызғануға жатпайды, ол тупойлыққа жатады. Қызғану деген бір басқа, оның күнәсіне риза болу деген бір басқа. Мысалы, күйеу әйелін қызғанып, бас жоқ аяғы жоқ, қызғану үшін сен оны дұрыс жағдай жасап беру керексің. Мысалы, еркек әйелін қызғанады, жұмыс істеме деп айтады. Енді әйел тамақ ішу керек шығар, өліп қалмайды ғой аштан. Содан жұмысқа шығады. Еркек әйелін қызғанса, ол оған жұмыс тауып беру керек, лайықты. Содан кейін барып қызғанса жарасады. Мәселе осыда. Сен қызғана бересің, воздухтан адам қызғана ма? От соған қаралады. Сол кезде дәйіс деп. Одан кейін ол оның күнәсіне риза болады. Яғни риза болмай жүрсе қолынан келмейді. Мысалы, кейбір еркектің қолынан келмейді, қатын ие боламайды енді. Тыңдамайды, мен не істеймін, бала шағам өсті, енді ұрмайым, соқпайым, әйелім білген істеп жатыр дейді. Не істеймін енді мен? Төбелеспеймін ғой мен дейді. Мен қойдым дейді. Сол оған не боламайды, әйелі жүріс жасайды мысалы айтайық. Сонда еркек дәйіс бола ма? Не істеу керек? Семьяны бұзып кетіп қалу керек пе? Жоқ. Бұл жерде бұның жағдайына қаралады. Мәселе осыда. Хочу читать намаз, но не могу бросить курить. Дайте мудрый совет. Читайте намаз. Намаз, Аллах сам сказал, инна сала, истинно намаз, танха аниль фахшай валь мункар, в конце концов приведет вас к тому, что вы бросите плохое, исправит вас намаз. Поэтому намаз – решение всего. Читайте намаз. Аға, киілмейтін киімдерді мусорға